Бірінші топ бізде электр қыздырғыш құралдары жөнінде бізге ақпарат береді. Қараймыз оқушылар, тыңдаймыз. Екі топ. Абдолла, қараймыз. Ал айта ойыңыздар. Электр қыздырғыш құралдарына электр пеші, электр қыздырғыш құралдары. Қыздырғыш электр құралдарының негізгі бөлігі қыздыру элементі. Қыздырғыш элемент меншіктер кедергісіне үлкен өткізгіштен жасалады. Ол жоғарғы температураға дейін қызғанда балқымайды. Қыздырған элемент жасау үшін көбіне нехромды қолданамыз. Қыздырғыш элементті сым немесе таспа түрінде өткізіп, ыстыққа төзімді материяға суда қыш болады. Электр тіндегі қыздырғыш элемент нехромды таспа жатады. Оның әсерінің жылытудың төменгі бөлігін жылу беріледі. Түсінікті ме балалар? Электр қыздырғыш құралдарына нелер жатады дейді сонымен? Түсінікті олар, иә, үзіп, тағы. Электр пеші, Негізгі элементі не дейді? Қыздырғыш. Иә, негізгі элементі қыздырғыш. Олар неден жасалу керек дейді жаңа айтып бердіңіздер? Немесе не? Слюда, қыш, яғни неге төзімді? Ыстыққа төзімді. Температурасы, балқыма температурасы жоғары болу керек. Екен. Жарайсыздар, жақсы отыра қойыңыздар. Келесі топ. Қыздыру шамдары жөнінде қойыңыздар. Қандай ойыңыздар болмайды, қандай ойыңыздар? Али, қолыңызды алыңыз. Заманауи қыздырғыш шамының негізгі бөлігі шешке вольфрам болып табылады. Қыздыру шамы вольфрам спираль шамы Яғни қыздыру шамының қысымы неден? Вольфрам деген элементтер жасалады дейді, иә? Неше градусқа дейін төзімді дейді? Али, 500 градусқа дейін. Ал, жақсы. Қыздыру шамдары мынандай бөліктерге жатады. Қандай бөліктерде тұрады? Тыңдаңыздар. Қысым, шынықты, электродты, линза, оқшаулағыш, жер контактісі. Бұл қандай шам? Қыздыру шамы. Яғни вакуумдық. Бұл балалар вакуумдық қыздыру шамы дейді. Ал қазіргі кезде бұл шамдарды көп пайдаланамыз ба балалар? Қандай шамдарды пайдаланамыз жатыр? Қазіргі кезде. Заманауи. Абдолла, қандай шамдарды пайдаланамыз еді жаңа? Иә? Диодты шамдарды пайдаланамыз. Олар бізде нені үнемдейді, Али? Электр қуатын үнемдейді. Жарайсыздар, отыра қойыңыздар, жақсы. Енді балқымалы сақтандырғыштар жөнінде әңгіме алып жүрсек. Балқымалы сақтандырғыштар электр құралдарын қысқа тоқтауымен артық жүктемелерді сақтайды. Балқымалы сақтандырғыштар екі түрге бөлінеді. Олар балқымалы сақтандырғыштар, автоматты сақтандырғыштар. Сақтандырғыштар құрылғылар мен машина, аппараттар, құралдар және қару-жарақтарда сақтандырғыштар қолданылады. Балқымалы сақтандырғыштардың негізгі бөлімі балқитын сым. Неден жасалу керек ол? Тез балқитын? Қорғасына жасалу керек екен, иә. Ал енді осы балқымалы сақтандырғыштар ненің алдын алады дедік? Қысқа тұйықталу. Ал қысқа тұйықталу қай кезде болады? Қысқа тұйықталу. Тізбектің Ток күші Артында артып кеткен кезде. Ток күші келеді артып кеткен кезде. Олардың құбылысы. Қысқа тұйықталу себебі үйде не болуы мүмкін балалар? көп
қандай апат болуы мүмкін иә? Өрт қаупі тудырады да, қысқа тұйықталу өрт қаупін тудырады. Жақсы отыра қойыңыздар. Енді қазір мына жерде сіздерге келесі тапсырма жұптық тапсырма берейін деп отырмын. Бізде мына жерде жұптастырған кезде екі оқушы Заманбек пен Абдолла екеуіңіз бір сұрақтан сұрақ қойыңыздар. Али келе ғой. Али, сен кімден сен Так, Али, концертпен бірге астына жауап жаза бересіңдер, ойлап. Заманбек пен Қанат бірлесе қойыңыз. Кіммен? Бексұлтан мен Қанат. Екеуіңіз қоға қойыңыздар. Диана кім? Наурызбек Диана екеуің ғой. Жауап жаза қойыңыздар. Бірінші тапсырмамыз кімде? Жұптық тапсырма ғой. Тізбекке жалғанған бірінші сұрағыңызды оқимыз, сұрақты оқи қойыңыз. Тізбекке жалғанған үйекті тұтынушылар санын көбейтсек, қондырғыштардың қылысымы күйіп кетеді. Неге? Бексұлтан жауабыңызды қойыңыз. Екеуіңіз бірлесіп отырдыңыз ғой, иә? Тізбектегі тоқшы шекті шамардан артып кетеді. Шекті шамардан. Яғни тұтынушылар деген олар нелер? Егер біз мысалға бір ұзартқышқа бірнеше электр тұтынушы құралдар қоссақ не істеп кетеді? Иә? Артып? Артып кетеді. Артып кетеді. Жақсы. Екінші тапсырма не? Дұрыс па балалар жауабы? Дұрыс, иә? Екінші тапсырма не? Абдолла сізде ма? Оқи қойыңыз. Неге өндіріс орындарындағы сақтандырғыш көбінесе іске мезгілде күйіп кетеді? Өйткені кешке қарай өндіріс орындарында ешқандай адам болмай сақтандырғышқа көп күш түсіп, сақтандырғыш күйіп кетеді. Дұрыс па балалар? Неге кешкі мезгілде? Дұрыс жауабын шығарып, тағы да тексеретін боламыз. Үшінші тапсырма кімде? Сіздерде ме? Айта қойыңыздар. Сұрағыңыз болды. Қандай сұрағыңыз? Балтық кеткен. Иә, не қойыңыз? Балтық кеткен қорғасынның орнына мыссын қойсақ, бақыш өзін қызметін атқара ала ма? атқара ма? Әлде басқа қорғасын сын қойса ше? Басқа қорғасын сын қойса ше? Қалай білесіздер жауабын? Қалай жаздыңыздар? Не деп жаздыңыздар? Жоқ, қойылатын қорғасын. Иә? Келесі не болу керек? Сәйкес? Сәйкес болу керек екен, иә? Қорғасын басқа
Басқа сым қоюға болмайды. Қорғасын сымның орнына. Мыс сым қоюға